Белгілі стендапер Тілеген Еркінбеков YouTube'ты бағындырмақ. Жаңа подкаст шоуын ашқан Тілеген Еркінбековтің айтуынша бұл YouTube саласындағы жарып шығатын жоба болмақ. Қалайсың, Талғат? Жақсы. Бүгін бізде қонақта қазақ стендап резиденті Тынымбай Талғат. Қош көрдік. Қалайсың, қалай жеттің, Талғат? Жақсы жеттім, метромен жеттім, дала салқын. Өте керек информация екен. Жалпы тақақ стендапқа қалай келдің деп сұрады. Мен келгенге қуаныштымын осы жерге. Күшті екен ол. Жақсы, үйде. Өзің бір екі рет кеп қонып кеткен үй ғой бұл. Қандай болады ғой? Көзіңді көрген. Бір студияларға барсаң айтады ғой. Бәрі нормально, өз үйіңдей көр дейді ғой. Мына жерде как шынымен үйдегідей екен да. Өйтіп айтпай қойса да болады. Так, Тақа сен қай жылғысың? 99. иә. Стендапқа айналысып жүргеніне қанша болды? 2 жыл болды. 2 жыл? 2 жылдан асты шамалы. Ну, получается, сен қазір 23-дөсің, 21-ден бастап айналысып жатсың, иә? Бақыттысың, по идее. Мен 24, почти 25-те бастадым. Сен, получается, мен жасым 27-те қазір. Сен 27-те өтте қатты топ бола аласың, ойлашы. Мен енді бастап жүрмін, сен уже топ боласың. Или бездельник, андай. Неответственный болсам. Кезінде мен, иә, деп отыр. Өте неответственный болсам, 27 жасымда да естіп жүре беремін. Үйдегі подкасттарға барып. Тақа, мен сені сұрайын дегенім, қандай жаңалық бар последнее время? Жаңалықтар бар ма өмірінде? Жаңалық жоқ. Сен ата-анаң Алматыға көшіп келді? Алматыға көшіп келді. Ата-анам мен үшін. Ол өте... Андай қалай екен? Сен пацандармен тұрасың, үйдің іші қалай болса солай. И сен вдруг қайтадан ата-анаңмен тұрасың да? Сол мен миым істемей жатыр қазір. Үйде кәдімгідей туалетке кіресің ғой? Тап-таза ғой туалет. Кіресің, туалеттің бумага бар деш. Бетесің да? Үлкендерді кіші қыласың да? Қарап қалсаң, 2 туалеттің бумага. Біреу нежный, біреу кәдімгі освежитель бар. Кәдімгідей күшті. Қат тетрадьпен сүртіп жылағың келетін бұрында. Шай ішіп болғаннан кейін астында шайдың несі қатып қалады ғой? Жоқ, ондай бар. Қант шашылып жатыр кішкене сондай. Күшті үйде. Қуаныштымын. Все, жарайды, құтты болсын. Рахмет. Сен енді Астанада тұрдың ғой осы уақытқа дейін. Астананың атынан КВН ойнадың, иә? Иә, универдің атынан. Сені көп айтады, КВНнан келмеген адамдардың біреуі, бірақ стендапта қатты күлдіріп жүрген деп. Бірақ сен КВН ойнадың. КВН ойнадым, бірақ. Ол просто надан ғой. КВН ойнап жүрген кезде мен вообще эфир, жоқ десек те болады ғой, короче. Премьер-лиганың 1/8 эфирі бар, но оны таппайсың вообще. Сол үшін мен вообще көрмеген болған дейін. И сосын ойлайды, стендаптан ғана шығып жарып жүр деп. А так басында менде фундамент болған. Жайдарманда, но мен ол кезде жаза алмаған вообще. Жай жүргенмін. Жайдарманнан ешқандай қайыр көрмеген адам біреусің ғой, иә? 4 жыл ойнап, түкке жетпеген. Менде дәл сондай ситуация. Мен стендапта да түкке жеткен жоқпын, иә? Бірақ жайдарманда да мүлдем түкке жетпеген адам. Бірақ мен 6 жылымды арнағам. Стендапта бірақ нормально. Просто стендапта бір жақсы жер, сен ақша тауып аласың да. Ал КВН-да сен ақша тауып алмайсың ғой. Сен ақша құртасың. И бізде спонсор болған жоқ. И мен принципиально спонсор тапқанша өзіміздің командамен ойнаймыз деп, ешқандай командаға қосылып кетпей, андай премьер-лигаға өтіп жатқан командалар, жоғары лигаға өтіп жатқан командалар мені шақырды, жүр бізбен ойна, бізге жаз, көмектесейік, бірге ойнайық деп. Бірақ мен андай іштей жоқ, мен өзім командамен эфирға, премьеркаға или вышкаға өз командамен өтем деген іштей арман болды да. Бірақ жанымдағы балалар дұрыс болмады. И постоянно ауысады, постоянно жалғыз өзім бүйтіп сөйленемін дегеннен кейін, и жалғыздың шаны шықпайды деген рас екен. И никак не получилось, 6 жылдан кейін ешқандай қайыр көрмей жайдарманнан кеттім мен. Бірақ сенде возможность болыпты, басқалар кетіп қалады. Менде ол да болмады. Энерголар кетіп барады ғой, сіз қарай тұрсыз.
энерголар тағы да кетіп барады. Иә. Олар бізде айтпақшы. семейдегі батлды ойнауға. Мен, короче, аграркада Казагро дейтін команданы ойнағам. Ешкім білмейтін команда өзі. Өздерін құрап, өздерін ойнап, өздерін кетіп қалдыңдар ма? Сол командамен Алматыға премьер-лигаға келеміз ғой. Премьер-лигаға бірінші рет қуанып кеп, сценариіміз дайын тұр деп ше. Келеміз, мында энергоң балдары, типа братандар, асхаттар күтіп алып, үйінде жатқызады. И, короче, сценарийді ойнап береміз ғой оларға. Наны ойнайын деп тұрсыңдар ма сендер дейді ғой бізге. Жынды ма? Наны қалай ойнайсыңдар деп бәрін удалить етеді да, новый сценарий жазамыз. Кәдімгі күшті қылып. Сол кезде мен бірінші рет сценарий жаза алатынымды түсіндім, короче. И жазып, и ойын күні баратамыз ғой ойынға, таксимен. И тапер бізде Мырзахан деген бала. Ноут жоғалтып болды. Немені? Ноутты. Ой, бұл. А ол ноут Асхаттардың қасында Арман дейтін балаңға, диджей. Қымбат ноут ішінде материалдар бар. Соны жоғалтамыз ғой. Сөйтіп быт-шыт болып, 1.8-де ұшып. Хотя бы ақтап, ноутбукты ақтап, 1.8-ден өтсендер ғой, Сол ғой кішкене. Анау, онша емес көңіл күй. 1.8 онша емес көңіл күй. Может, сендер өтпей қалдыңдар, потому что өленсіз шықтыңдар. Шутқалардың арасында отбивка жоққа. Үндемей кетіп тұратын ғой. Сондай қызық болған бір рет, жайдарман. Содан кейін қойып кеттім. Сен Алматыға көшпей тұрып, стендаппен айналысып, Астанада бастадың ғой? Иә. И, получается, өздерінің бір клубтарын болды, Астанада бізде Байка дейтін, тоже аграркада оқыған братан бар. Абон туған братан ғой. Иә. Або деген сенің досың? Мен досым. Сол давайте істейік деп маған звондады. Сол бастады ма, Або бастады ма бәрін? Иә, бәріміз бірге. Ойлашы, қазір Або өзі шықпайды да, сендерге бастады. Сол. Абон братан ғой, движді бастаған примерно. Баука дейтін тоже бар. И бізге звондайды, 2 аптадан кейін осындай жер, бүкіл бәрі дайын, заведение дайын, материал жазып кел. И мен бірінші рет сол кезде стендапқа материал жазып шығып, бірінші рет закрывашка болып, сол кезде айырғам. Күшті болды. И сонымен апта сайын прям үзбей, каждый суббота мықты болған негізі. Стендап клаб соямын деген. Адамдар постоянно бір адамдар келіп отырды ма или ауысып отырды ма? Адамдар постоянно бір адамдар примерно. Еще тегін болатын. Бір рет 500 теңге көтеріп қой дедік қой. 4 адам келіп. 4 адам келіп болмай қалды. Но бірақ кайф болатын ол кезде. Андеграунд ғой. Андеграундтың өзінің бір кайфы бар, определенный бір. То есть сен өз іштей сезінесің. Болды, мен дайынмын, мен уже эфирға, медийностьқа жұмыс істей аламын деп. Солған дейін андеграунд болып жүрген өте күшті негізінде. Сен ешкім естімесе, білмесе, бірақ сен сонымен айналысып жүрсің. Андеграунд андай, бірақ мен материалым примерно қатты боғауыз емес болатын да. Примерно эфирге жарайтындар болды менде. И мен Алматыға келгеннен кейін сол материалымды, багажын бәрін тықтым да. Сол удачный болып кетті. А мен андеграунд деп быт-шыт қылып жазсам болды. Кететін едім, бірақ эфирге ілікпей қайтадан новыйдан жазып вертиковать етіп. Кайф болған Астанада негізі. Мен сені екеуміз біріміз танығанымызға қанша болды? 1 жылдай болды ма? 1 жыл болды ма, болған жоқ па? Мен ойымша 1 жарты жыл болды ойын. Болмады 1 жыл. 1 жыл болмады. Болмады. Мен сені танымай тұрып, мен ол кезде Асқат барлығы стендапқа шығып жүрді ғой. Қазір Асқат стендапқа шықпайды. Оны не екенін енді өзін шақырып сұраймыз. Білмеймін. И вот, например, сол кезде мен балалардан еститін Дархан, барлығы айтатын Талғат деген бала топ деп ше, қатты айырады деп. Но мен сені өзі танымаймын, кім, қалай. И вот потом көрдім да, қатты айырып жүргенімді. Қазір анандай момент уже Данияр, тағы да бір адамдар келіп, уже как будто бы саған қатты үлкен конкуренция болып кеткен секілді. Сен уже последний жаба алмайсың никак. Менде, короче, басында материалым багаж болды ғой, көп. Топовый материалдар көп болды менде. И соның бәрін тыға бердім, 5-6 выпускқа тыға бердім. И ол бітті бір моментте. И маған уже
бір моментте өзі түсінесің ғой, маған нормальный материал жазу керек, но уже болмайды. Уже сенде білім керек болады, кітап оқу керексің дейтін нәрселер бар да. Примерно андай жай интуициядан арылу керек болады, андай ай кіреді ау деген материалдардан арылу керек болады да. И мен сондай неде жүрмін, стадияда. Когда сенде монологтар жоқ, сен экспериментировать тексеріп, қалай дұрыс жазу керек, қайтадан бастап жатқан сияқты. Негізінде мен постоянно айтамын ғой, то есть стендапта енді келесің ғой, жеңіл наоборот. То есть андай бірінші келіп, мынау айырдан мықты стендапер болады деп айта алмайсың да. Сен жүрсің, уже сен 1 жыл жүрсің ба мысалы стендапта? Қазақша стендапта, иә, 2 жыл болып қалды. 2 жылда сен уже андай өмірінде қызықты историялардың бәрін айтып тастадың, өмірінде болған нәрсенің бәрін айтып тастадың да, уже сен енді новый уровеньға өтпесең, сен уже ана шуткаларды айта алмайсың, болды, сенде айтатын түк те жоқ. Не? Болды уже. Сен шаршадың уже, именно ол жақтан шаршадың да, и саған новый бір өзіңе бір әлем тауып, сол жақтың шуткаларын айтпасаң. То есть мысалға аңсағанда сондай тема бар ғой. Например, ол оралманмын, әкесі туралы бүйтіп кетті да күшті. И оған уже өзгерту керек, бірақ қай жаққа барады? Тоже уже көрінді. Ол жай жизеларды айта алмайды уже ол. Кірмейді одан өткен. Сондай моменттер. Оған уже. Тоже кішкене уже іздену керек болады. Біраз сен 1 жыл выступать еттің, прикольный моменттар таптың айттың, но уже келесі жыл саған өзгерту керек. Басқа жаққа қарай өзгеру керек. Либо бар нәрсені өте қатты күлкілі қылып жазу керек, либо новый нәрсе табу керек қой. По-любому мен түсінгенім, білім керек екен, кітап, структура, ол по-любому екен. Мен жаймен кітап оқып, информация көп көре беру керек әр нәрсені дейтінше. И көргеннен тек қана қарай бермей, талқылап, ойлану керек. Анализировать ету керек қой. Менде андай момент болды бір моментте. Бір ай ма тоқтамай бір стендап болып кетті ғой, күнде почти. И сол кезде мен стендаптан жиркеніп кеттім, құсқым келіп кетті стендап. Шыққым келмейді вообще уже бар ғой. И сол момент бір 3 айдай ма шықпадық содан кейін. И по-любому қалап тұрдым да, оказывается, кете алмайды екенсің. Мен кәдімгі стендаптан кетем деген ой болды ғой менде. Стендаптан кетем, болды, шаршадым, нафиг маған керек емес деп. Көп шығып кеткен кездерде ма? Да. Сосын? Содан кейін по-любому бірақ жүрегің қалайды екен. Ол анандай нәрсе ғой. Мысалға кейбір адамдар күнде шығады ғой, наоборот энергия жинай береді, короче, күшті бола бастайды. Аманжан дегендер. Күнде шықса, одан сайын выступлениесі күшті болып, оттачивать етіліп. Сен, значит, мен секілді адамсың. Мен қалай, мен мысалға күнде шыға бастасам, мен үшін қызық етеді. Еще мен андай пофиг қарай бастаймын. Пофиг шыға салам, түрім бүйтіп мыжырайып тұрса да шыға салам да, адамдарға пофиг уже андай өтірік нәрселер айтсап кете салам, қадірін кетіре беремін да. И мен сол үшін андай сол моменттің келатқанын сезінемін ғой. Бірден 2 аптаға қанша маған керек деп ойлаймын, соншаға дейін шықпай қоямын, короче. И уже бір момент болады, болды, мен сағынам да уже, все қашан болады екен деп барлық әлеуметтік желіні ақтарып, қай жерде болады, орысша, қазақша болсын, іздеп, қарап, тауып, барам да кайфпен андай уже жуынып, душқа түсіп алдын ала, жуынып шайынып барып, материалымды жазып реттеп алып, солайын шығамын да айырып, мәз болып үйге қайтамын. Сол менде де сондай. Бір моментте шаршап, вообще шыққың келмей қалады ғой, мәс андай. Өтірік материал жазып кетесің да, уже материалда шықпай қалады ол моментте. Быт материалдардан құрап, уже өзіңде желаниең қашып кетеді ғой. И жаңағыдай бір моментте сағынып, материалың жаймен жиналған кезде ол кезде болмай қояды бірақ қару. Іздеп кетесің. Сенде андай болды ма? Вот мен бірдеңе, енді бос болсам, көп материал жазып таушы едім деп. Бірақ бос болғанда ештеңе шықпайды, түкте жазбайсың, жайдан жай жүресің. Мен де всегда сондай ғой. Всегда солай ма? Бос болғанда жазам деймін, бірақ жай стендап көріп отырам, шықпай қояды там. А бір моменттер болады андай. Стендаптың алдында барасың ғой. Енді не деп отырасың? Гримерка ма не? Шығуға дайындалып. Балдармен отырған кезде тексеріп отырасың ғой бәріне. Сол кезде разгонда әркім бірдеңе лақтырып қалады. Оқты деп жазып аласың да. И соның ертесінде барып, расписывать еткен кезде кайф материал шығып қалады кейде. Дайын материалмен жұмыс істеген жақсы, иә? Менде мысалға андай жұмыс көбейіп кетеді ғой. Мысалға екеуміз де тыңғы студиясы істейміз, например.
и менде например жұмыстан кейін түнгі студияның сценарийін жазу керек, и анадан кейін сценарийдің съемкасына бару керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, еще үйге келген соң анау үйді реттеу керек. Бос болсам бар ғой, бір плотно отырып материал жазып жүрдім деп ойлаймын да. А когда мен мысалы 3 күн түк те істемейтін бос болатын кездерім болады ғой, түк те шықпайды ғой, короче. И мен түсіндім, что андай преграда керек. Саған обязательно бірдеңе бөгет болып тұру керек, чтобы сен соны істеу үшін бар ғой. Мен соны түсіндім, мен де сондай, короче. Мен обязательно маған бірдеңе мешать етсе, мен жанталасып анадан бір 40 минут тапсам да, жанталасып істеп қоямын ғой. А когда маған целый күн береді ғой, еще ертең целый күн бар, и мен тұрамын да, бля, ертең күні бойым бар ғой, бүгін демалайын, ертең істеймін деймін да. Бір кино көрейін. Ертең тұрамын да, короче, бля, кеш бар ғой, кешке қарата істеймін да, кешке қалдырам, кешке тұрамын да, бля, ертең бірдеңе қылып бітіріп тастаймын деймін да, короче, сонымен болды, қалады. Дәл сол дисциплина. Сен қара, сен жайдарман ойнадың ғой? Иә. И стендап оқып жүрсің қазір. Стендапта ойнаймын. Мен де Инстаграмда сондай. Стендап актерсың десең. Стендапта ойнаймын деп жазып қойғанмын мен. Неге? Кім жазып қойған? Мен Инстаграмда биоға стендапта ойнаймын. Сен енді айырмашылық, мен просто өзім білем, ішкі әсерім жайдарманнан кейін стендапқа келген кезде не сезінгенімді білем да, но мен сенен сұрағым келіп тұр, андай. Сенде қандай сезім болды жайдарманнан кейін стендапқа келген кезде? Стендапқа келген кезде неге мен бұрыннан осымен айналыспадым дейтін ғой. КВН-ді мен жек көріп кеттім. Ең бірінші стендапқа келген кезде КВН вообще ұнатпаймын. КВН-чіктерді ойнап жүрген адам вообще нафиг сендер ойнап жүрсіңдер, хейт етіп ше. Бірақ мен потом түсіндім, что КВН по-любому фундамент көмектеседі. Андай КВН-чіктер не ғой? Любой жерде ғой андай. Условиясына да кіріп кете береді ғой любой жердің. Сол жағынан көмектесті. Бірақ ақша жоқ. Одан лицо істеп алғанның өзінде біраз жыл кетеді. Ол чемпион болсаң, а дальше не болады вообще? Автор болсаң ақша табылады енді бірақ. Андай өзі КВН-де жол болмағандар сөйтіп хейт етеді КВН-де. Ой, мынау КВН нөйтін ойнап жүрсіңдер, за нафиг деп. Жетістікке жетпегендер. Сол ғой сол. Басында сөйттім мен. Қазір уже нет, нормально КВН. Менде жайдарманды андай блин алды. Мен үйтіп енді ондай болған жоқ, жайдарман деп. Бірақ менде жалқы болды 6 жылым. То есть мен 6 жылымды үйтіп сарп етем да, бірақ ешқандай жетістікке жетпеймін да. Типа мен талай вечеринка, мысалы қыздармен өткен вечеринкалар бар, мысалы университеттерде ше. Мен тұрамын да, дайындыққа барамын ғой. Сценарий жазуға балалармен. Мен группаластарым звондайды, мына жақта вечер болып отыр, келсеші. Группаластармен жиналып университет, факультетпен андай бір квартираларда жасайды ғой. Бармаймын ғой, короче. Бірінші курста бір 4-5 рет бардым. Сосын КВН-ға келдім. КВН-да болды. Менде вообще вечерларға бармаймын ғой. И қазір өкінетін. Но қазір ойлана келе, андай болып жатқан жағдайларға байланысты и так далее. Мысалға сен тұрасың да, мына жерде былай істейсің, бірдеңе қолымнан келіп, мысалға видеоны конвертировать ету, жаңағы мысалға элементарный нәрселерді, которые мен КВН-нан үйрендім. То есть новый бір программа бірдеңе бола ма, так мынау қалай жұмыс істейді тез қараймын да, түсініп аламын, короче, потому что маған керек екенін білемін. КВН-нан келген нәрселер, сценарий жазу, КВН-нан келген нәрселер. Мынау өтеді, өтпейді деген чуйка, КВН-нан келген нәрселер. Чуйка, кайф. Ол маған андай ел көретін результат бермесе де, но мен ішкі андай энергиям жинап берген да, мен алдыға қарай жылжуға. И мен 6 жылды сол үшін құрбан еттім, получается. И өкініш жоқ менде. 6 жыл, сенде 6 жыл, менде 4 жыл, 10 жыл. Просто арада 10 жыл өтті. Неге мен сенен айырмашылығын сұрадым? Мен қатты кайфовать еттім в том плане. Мен енді КВН-да айттым ғой, жанымдағы балалар онша емес болды. Таңғы сағат 9-ге боласың да. Редактор өтіндер деп редакторлар айғайлайды ғой. Мен звондап, мен келіп ағам, андар жоқ. Бля, қайдасың, анау қайда, мынау қайда, звондап таба алмаймын, ұйықтап жатыр, біреу анау, біреу вообще звондап, опоркаға түсіп қалдым деген, сондай неше түрлі жағдайлар болған. Редактордың алдына тұрып алғанда өзім жалғыз ауызбен айтып тұрамын ғой, мынау бүйтіп айтады, мынау шығады, мынау бүйтіп істейді деп, короче. Сен де оқып бересің ғой. Иә, оқып беремін ғой, короче. Сағат 1-де қазір келеді балалар, бәрін көрсетіп береміз деп сөйтіп жүрдім. И қатты кайфовать еткен жерім, бір күн бірінші рет сынапқа жазылам. Не киіп келу керек деп. Қандай форма, қалай киінесің, солай келе бер деді. Все дедім да. Қолыма сценарий керек жоқ.
редактура өтіп керек жоқ. Форма, то есть балалардың бәрін звондап оятпайсың, не қайдасың деп, чисто өзіңе жауап бересің, өзің не киін келеді соны киесің, таңнан кешке дейін жүрмейсің, сағат 8-ге басталатын концертке 7:30-да 7-де келіп аласың, болды. Сенен сұралатын нәрсе сахнаға шықта айырып бер, болды. И мен содан қатты кайфовать еттім. Мынау деген. То есть КВН ойнап жүрген кезде да, андай бүйтіп ойнап атасың да, и біреуге панч беріп қоясың ғой, шутканы, болды айтатын жерін. Анау кіргізе алмай қалады ғой, шутканы айыра алмай қалады залды. Но сен айтсаң, күлкілі, есің ойсың, бля, стендап, андай КВНді жалғыз мен ғана сөйлеп тұрсам ғой, мыналар, бля, ойнай алмайды. Сондай ойлар болатын. Стендапқа келем да, болды ғой. Ал сенде андай қорқыныш болған жоқ қой, бля, КВН бітірем ертең, не істеймін басқа деген? Жоқ. Мен өткен не болам дедім ғой. Мамандығым менің дизайнер интерьері ғой. Мен кәдімгі ноут сатып алып, программа жазып алып, соны үйреніп, курсын сатып алып, болды, мен сондай болам деп жүргем ғой негізі. Сол кезде мені байқа шақырды ғой стендапқа. Просто көрдің ба, сенде сондай ғой, ал мен армандадым. То есть мен ойымда болған жоқ. Мен КВН бітеді. Енді не істеймін? Мен типа шығатын сценарийларды қайда жіберем деген қорқыныш болды да. Қатты уайымдадым, короче, депрессияға да түсіп кеттім біраз. Уже түкте қызықтырмайды, сондай болып кетті. Сен қатты кетіп қалыпсың? Қатты, мен қатты жақсы көрдім ғой. Кәдімгі енді айттым ғой, вечерларға бармайтынмын, датаво деп ше. Сценарий жазып, дайындалып. И стендапқа келген кезде түсіндім, что все, КВНді мен жібере аламын ше. И КВНді уже все алыстап кеттім, вообще даже қарамаймын КВНді қазір. Мен стендап көп қараймын, зарубежный стендаптарды қараймын, кітаптарын оқимын и так далее. То есть өзіме керек нәрсені тауып алдым. Сондай болып тұр ғой. Еще сен универ бітіргеннен кейін, универ бітіргенше жетістікке жете алмасаң, одан қиын, потому что балалардың бәрі жұмыстары бар, аналары бар, мыналары бар. Не болса мықты автор болу керексің. Элемент Эльдар Жұмағалиев секілді, который өзі команданы жинады да, хоп, 2 жылда чемпион қылып жіберді. Айтпақшы, 1-8-ден ұшып кеттім дедім ғой, премьер лигада. Сол кезде Эльдар болған редактор. Қатты күлкілі бәрі. Өте прикольно ма? Өмір бүйтіп алып кеп, бүйтіп тоғыстырып жүреді, қалай, Эльдарды ұмытпаған ғой? Ұмытпаған? Эльдар ұмытпайды ғой енді бұл. Автор ғой деске. Бәрін көріп отыратын адам ғой. Жақсы, Хесоямды түсіндік. Қазір қазақ стендаптың бізде бір 30% Хесоямның балалары ғой. Десек те болады. Сен, Мирас, Жола, Або просто шықпай кетті негізінде. Абылай негіз. Хесоям. Өте перспективный бала негіз. Ол орысшаға да шығып, кішкене жанталап жүрді, и в какой-то момент просто шықпайын дей салды болды. Какой-то момент жекен сияқты болып қалды. Жекен вообще. Не будем о плохом. Сенің сұрайын сенде 7 выступления. То есть сенде 7 рет шықтың ба где-то эфирін? Бүгін неше 8-ші. Құтты болсын айтпақшы, бүгін екеуміздің совместный видеомыз шықты ютубқа. Қараңыздар. Қазақ стендап деп жазсаңыз сонда шығады. Лепте түсірілген. Бұл менің бірінші эфирім, официально шыққан. Қош, серьезно ма? Оған дейін менде мүлдем ютубта эфир жоқ. Ана эфир енді шығады, получается, да? Өнердегі потом шығады. Құтты болсын. Рахмет. Сен не сұрайын деген 7 выступления, то есть сен бәрі мақтамайды ғой явно. Хейттер көп болады. То есть андай неше түрлі әзіл түсінбейтін. Мен мысалға рилста бір видеолар матады ғой енді. Атқан кезде комментарийлер тұрады да. И мысалға мен енді андай прикол қылып жазғанымда просто тауда амандасатын неме бар да, андай. Здравствуйте. Типа сен адам танымасаң да бір-бірімен амандасады, потому что сен амандасқан кезде сен адам түріне қарайсың. Ол может ауырып келатып, қазір құлап қалуы мүмкін, нормально келе жатыр ма, денсаулығы жақсы болып келе жатыр ма, или там амандасып, оған қарағанда жаттап қаласың да адамды. Ертең жоғалып кетіп жатса, мысалға сен, допустим, вы его видели деп, или фотоға бір жерге шығарған кезде, именно мен білемін, мынаны көргенмін деп айта алатындай, сол үшін ол сондай дәстүр да. Сол үшін екен ол? Ол тауда сондай. То есть сен біліп жүру керексің. Кім кетіп бара жатыр, кім сондай моменттарды. И мен оны түсініп тұрмын. Но мен әзіл қылып, то есть сен шаршап келесің, здравствуйте деген кезде, вообще қараң келмейді, короче. Но сен андай кетші нахуй деп кетіп қалмайсың ғой. Сен ойыңда тұрады да, но сен
здравствуйте дейсің. И мен просто сол адамның ойында тұрған нәрсені шығарып сол адамның атына бүйтіп жеткіземін ғой. И комментарийлерді оқисың ғой андай. И чё просто так амандасуға болмай ма екен деген комментарийлер келеді. Өте неадекватный. То есть ол көп емес, бір-екеу. Но бар. И мен сондай адамдарға жаным ашиды, андай вообще әзілдеу формалар қандай олардың білмеймін да. Бар ондай. Сен де қандай хейттармен кездестің, өзіңе қатты қызықты? Менде ең көп хейт ол бірінші эфирде болды менде. Бірінші эфир болды бар ғой. Неге олай болды? Естен кетпес. Вообще тишину кеттім примерно. Бір жерінде ғана күлкі болды. Полный тишина. Енді бірінші шығып тұрмын. Еще андай лицолар отыр, андай еще танымал адамдар. Еще мен закрывашкамын. И шықтым да өртеніп кеттім. Еще мен сөзімді ұмытып қалдым, ол қиып тастаған ғой. Сөзімді ұмытып қалған жерде мен біраз тұрып қалдым. Так қалай еді деп өзімше импровизация тыққым келді. Ол быт-шыт болды вообще. Сөйтіп быт-шыт болып сондай эфир болды. Еще материалымда слабый біртүрлі андай. И соған хейттар кетеді ғой. Мынау кім? Сүмірейіп. Не істеп тұр? Мынау соңғы сен андай ойлашы, сен кірмей жатсың, иә? Еще сен баяу сөйлейсің. Еще подачамды ақырын ғой енді. И сондай комментариялар сен сындырып жүрген жоқ па? Жоқ, мен басында мен айтты қасымдағылар. Ой, комментарий вообще мән бермей ақ қой, анау хейт дейтін. Вообще керек емес, қарап деп. Жарайды деп оқып отырмын. Бірақ по-любому ондай біртүрлі боласың ғой. Мынау кім? Сүмірейіп тұр десе, біртүрлі по-любому. Бірақ мен содан мен бүйтіп қатты бүйтіп тұратын едім ғой. Осылайынан. Мен потом бүйтіп өзімді үйретіп алдым кішкене сахнада, хотя бы тік тұруды ше. И қазір енді қатты хейттар влиять етпейді. Өткені түсіндім, что хейтті нормально адам жазбайды по-любому ше. Мысалы, мен ютубтан бір видео көрдім, маған вообще ұнамады. Мен оған барып хейт жазбаймын по-любому. Әрі кетсе дизлайк қоямын, бірақ дизлайктың өзін алып тастады қазір. Дизлайк ютубтың сотрудниктары өздері ғана білу үшін. То есть ол халыққа көрінбейді да, бірақ адамдар, то есть ютуб өзі біледі алгоритм. Типа көп дизлайк болса, значит бұл адамдарға ұнатпай. Бұны продвигать етпейміз дегендей ғой. Прикольно екен. Сондай. Сол үшін қалдырып қойған. Сол. Вообще нормально, адекватный адам даже нормальный комментарий жазбайды негізі. Просто тезірек жауап салуға тырысасың да. Иә. Ал андай менің ойымда бір іштей талпынысы болған, бірақ өз қол жетіспегесін жаңа КВН секілді возможно отырады да тарс деп жазады бірдеңе істеп жатқан адамға. Или внимание жетіспейді. Бақытсыз адамдар деп ойлаймын өзім. Мынаны қиып тастайсың. Бақытсыз адам болса бақытсыз адам. Бақытсыз жамал. Андай немене өзіңе бір прикольно кездескен хейт бар ма? Ой, бүйтіп оқисың да, иә? Мынандай да хейт бола ма деп ойлайсың. Болды, мен ұмытып қалдым бірақ. Просто менде мынандай болған. Мен білесің ғой андай материал құртпау үшін импровизация саламын да иногда. И бір андай материал бар да. Бір қыздан тұрамын да, қай жердікісі деймін? Мақаншынікі дейді. Мақаншы қала ма? Осылай сұрап отырмын, мақаншы қала ма? Ешқандай әзілдікте болған жоқ әлі. И соны кесіп салғам. То есть бір-екі тычка бар, но мақаншы туралы емес. Просто қыз семейден болмаған туралы. И бір жігіт тұрады да, наху. Уже күлкілі. Уже наху. Наху. Мақаншы туралы әзіл айтпа наху. Осылай ғой. Мен мақаншыны, мен вообще енді әзіл айтпа дегенде, то есть мен қатты ондай түкте айтқан жоқпын да, но сондай, то есть өзінің жерінде патриотический сезім оянған. Әңгіме жоқ, мен мысалы мақаншыны жаман бірдеңе деп тұрсам, болады оправданно жазуға. Но мақаншы туралы ешқандай типа жақсы деп айтқан жоқ, и жаман деп айтқан. Потому что мен ол жерде бол көрген жоқпын. Мақаншыда. И бол көрмегенде мен түкте айта алмаймын да. И сондай комментарийлерді оқимын да, но вообще адам негізі қалай екен деп ойлаймын. Түсінбеймін просто сондай моменттарды. Менде андай болды, по-моему. Мен ана материалым бар ғой. Кейде душқа түсесің, өтірік түсе саласың. Сүртіп атқанда крезіліп кетеді дейді. И сол комментарий астында осындай жерде баня бар, сағаты осындай бірдеңе жазып кеткен, короче. Жуынып жүр деп. Мен ойымша ол хейт жазған адам емес, ол өте идеальный маркетолог. Сондай.
арзан баня. Мен саған предлагаю, знаешь что, видеомыз шықты ғой, хейт туралы ақыры сөйлесіп отыр екенбіз. Мен жай қазір ютубты ашайын да, Комментарий оқимыз ба? бір екі комментарийларды қарап шығайын, екеумізге қатысты бірдеңе болса мен озвучивать етемін, Давай. Так, 24 комментарий, видеоның салынғанына 2 сағат болыпты. По просмотрам 1,8 мың. Дариға деген қыз выступать еткен, бүйтіп жазып қойыпты: қазақ стендапты төңкеріп тастады. Мүлде бөлек дем. Ғашық болып қалдым, біләт. Дариға ғана? Иә, Талғаттың импровизациясы деп жазып қойыпты. Тілегеннің әзілдері күшті болды, Талғаттың импровизациясы күшті кетті деп жазды. Мен қандай импровизациям? Вот соны өзің қарасайшы. Дариғаның әзілдері мықты болды, енді жалғастыра бер деп жазды. Дариға молодец, Дариғаның әзілі ерекше. Дариға тілегеннің сөйлеу стилі Темірланға ұқсайды екен деп жазды. Темірлан? Дариға, Тимон айтып отыр. Дариға депті. Гала бұрынғы әзіл ғой деп жазып қойды. Галаны просто Ол Галаның эфирі, Гала өзі білет не істейді наху. Дариға топ Галаның нахуыз. Гала осы әзілі бұрын айттың ғой, тізесі шықты уже деп жазыпты. Жақсы деп жазыпты. Ербол Батыр Әлібек. Әділет Шыразов. Гала өткендегі лекцияны оқып берген қалай кетті деп жазыпты. Гала мұны қайда салды? Гала, по-моему, не ғой деймін? Лепке келіп жүрген адамдар ғой деймін? Біліп отқан. Дариғаның инстасы бар ма? Кәдімгідей Дариғаның, то есть Дариғаның материалы ұнаған адамдарға болды. Қалған ешқандай андай хейт комментарий жоқ в целом. Потому что материал жақсы деп ойлаймын. Барлығын тексерілген. Өзіңе ұнады ма осы выступление? Жоқ. Маған да ұнамады. Неге екенін айтайын. Бұл выступление неге ұнаған жоқ. Білесің ғой, андай мен бүйтіп шығып, түрім қат қалмаған, бәз болып бүйтіп жеткіземін да. Бірақ сол күні түнгі студия болды, білесің, андай кешкейін жазып, жаңа таласып, дайындалған жоқпыз ғой екеумізді. Дайындалған жоқпыз, сол жерге барып, біз биват етіп әйтеуір бірдеңе нан айтам дедік та. Дайындалған жоқпын, баста кетті. Еще мен көзім қызарып тұрды, дәрі ізде кеттім, короче, барып көзіме дәрі тамызып, сөйтіп келіп сахнаға шықтым. И чуть-чуть теряться еттім, в плане андай қат қалдым. Өз байқасам бүйтіп тұрып выступать еттім да. Өмірдегідей болмадың. Иә. И мен біліп тұрмын, анау мен емес. Мен тоқтатыңдаршы, анау мен емес деп айта алмаймын ғой. Қалай бар, солай істеп шықтым да. И камераны, то есть эфирді қарадым, более-менее нормально. То есть әзілдер құтқарып тұр. Әзілдерін баяғыдан тексерілген, жақсы әзілдер да. Но бұл әзілдер қаттырақ күлкілі болар еді, если мен өзімнің стилімде жеңіл байыппен подавать етсем, жақсырақ болушы еді негізінде. Саған неге ұнаған жоқ өзіңдікі? Маған сол асығыс болды, үлгере алмадым тоже. И андай мен бүкіл выступление ұнамайды негізі өзіме. Сенде де сондай ма? Любой выступлениеде. Сенде де сондай ма болғанда? Пока солай болып тұр, біріншісі. Пока солай болып тұр. Любой выступлениеде әйтеуір всегда ұнамайды. Осы выступлениеде андай ғой. Материалымды 5-6 блок болды да. И бәрін тупо осыған. Қалай солай қоя салдым. Бір линия жоқ. Линия жоқ. Переход жоқ. Жай тік айтып шықтым болды. Байқадың ба, сен материалында жазбаған импровизацияны жақсы болды деп жазған? Сол байқадым. Мен қазір көрем. Еще бір кісі выделять болсаң, тілегендікі жақсы болды. И Талғаттың импровизациясы жақсы болды. Мен импровизациям құтқарып тұр ғой. Материал слабы болды. Мен просто сендердің қараған жоқпын ба? Енді мен қарағым келіп тұр. Қандай импровизация болды ол? Мен өзім көргім келіп тұр. Бірінші рет өзім көргім келіп тұр. Лепте түсірген прикольно, негізінде лепте жалғастыра беруге болады, ақырын салып. Бірақ ана общий ракурс тұрсау жүру керек. Иә, общий ракурс шамалы қателеу секілді тоже. Сен әзіл айту стилін жалпы қалай? Мен басында еліктегем. Кімге? Чипаренға. Қатты еліктедім. Прям тоже жаңағыдай ғой, қатып қалған осылай. Бірінші рет выступлением бар, мен өзімде әлі бар.
Сен соны бізге көрсетші. Көрсетпейді оны. Маған чисто екеуміз салып. И былай ғой, осылай. Күліп қоймау керек қой, а мен өмірде күліп қоя беремін ғой. И бір моментте осылай образда тұрамын да, бір моментте күлгім келіп кетті да, и күліп қоямын. И қайтадан образға келіп қоямын. И анау онша емес көрінеді бар ғой. Мен бір-екі выступление солай жүрдім образда. И потом барып мен негізінде күлдіртіп жатсың қатты. Қатты күлдіртіп жатырмын негізінде. Бірақ өзім емес болып тұрмын ғой жаңағыдай. КВНнен келгеннен кейін сондай болып тұр ғой. Может сондай. И андай бір моментте түсіндім, что біреуге еліктемеу керек екен, оказывается, өмірдегідей болу керек. Ну, өмірде де мен жай сөйлеймін. Осылай, жай. Арасында күліп қоямын. Уже сондай кете бастады ғой жаймен деп. Бүйтіп, ой деп қойсын. Маған сенің анау импровизацияға дайындалып жасап көріп жүрген кездерін ұнайды. Андай күлкілесе импровизация деген всегда сенің миыңда түк жоқ. Сен тұрасың да просто адамның атын сұрайсың, қайда оқимын ма, жұмыс істеймін ма сұрайсың ғой. Оқимын дейді. Қайда оқисың? Допустим, осындайда оқимын дейді. И сен тұрасың да, сенде әзіл жоқ. Тұрасың да, мен көрдім да, енді миыңа бірдеңе келмей жатыр да, и сен тырысып тұрсың бірдеңе айтып ой. Деп кетіп қаласың. Дәлші, сіздің деп. Мен бір рет әдейі өзімді қинап, короче, 10 минут соған арнаймын ғой, тұрып алып. Бір рет болдың ғой сен? Болдым ғой есімде ойдың. Осы жерде мен патаға жазып шықтым. Үш нәрсе айттым, потом импровизация деп қойғам. И мен алдында оправдание айтып кетем бірінші. Мен осындай импровизациям слабый комикпін, маған импровизацияны дұрыстау керек деп халық айтып аламын да бірінші. Давайте мен қазірден бастап кетейін тренировканы. Бұл тренировка. Мысалы сіздің есіміңіз кім деп бастап кетемін ғой. И ана жерде быт-шыт болып. Ну прикольно бір-екі момент болды, но хрон бойынша ол вообще кішкене ғана. Негізінде кеше бір проект жасадық қой, сол кезде мен разогревке шықтым ғой. Іштей болсын, 4-5 сұрақ дайындау болу керек. 4-5 сұрақ, 1-2 тычка. Себебі просто былай шыға салу, ол уже, когда сен көбірек импровизация шығып, уже сен бір өзіңнің устоявшийся бір стилің болады ғой. Примерно жоламан болсаң, подсознательно білесің да, сен мынандай нәрсе айтуға болады. Сол кезде жеңіл. Полностью былайынан шығып кеткен, ол қиын. Қат екен. Ең үздік импровизация ол дайындалған импровизация ғой. То есть сен адамды өзің дайындап қойған нәрсеңе қарай тартасың да, ана соған бүйтіп қармақ секілді соған ілініп қалса, сен аны тығып жүресің, бәрі күледі. И андай импровизацияға байланысты история дайындап қойсаң вообще, осындай айтып отырсың да, историяны тығып жүрсің, как будто сөз шығарып жүргенсің. Ну, например, ана ғой, мысалы, мен тұрамын да, кім семейден біреу бар ма деймін, біреу бар болса, шапалақ соқса, типа не істеушісіңдер, надоел деген секілді, короче, айтамын да, мысалға. Ал егер ешкім шапалақ соқпай қалса, осы үшін көшіп келгенмін Алматыға деген секілді ғой. Екеуі де жұмыс істейді да, но халық үшін ол қазір шығып тұрған нәрсе да. То есть сондай моменттарда импровизацияны дайындап алмасаң, просто так шыққан қиындау. Дайындыққа тем более. Сол. Мына жерде қазір срез болады. Қош. Біз қайтып оралдық. Так, стендаптың стиль туралы примерно сөйлесіп болдық. Сен өзің стилің қандай? Сен мен стилің білмеймін вообще. Менің стилім ситуация ғой. То есть наблюдение болады ғой, мысалға. Любой жерде, мысалға сен маған бір история айтып беруі мүмкін. И оны прикольный история деймін да. Ол мен басымнан өтпеген болса да, мен оны күлкілі жерлер қосып кішкене. И өзім сол историяның ішіне кіріп кетемін да, сол кейіпкер боламын. Мысалға наблюдениедан да байқайсыздар ма, тауға шыққан кезде біреулері бүйтеді сөйтеді деп біреу айтады ғой, а мен тауға шығып бара жатқан адаммын, короче. Біреу байқайсыздар ма, үй сыпырған кезде паластың астына бірдеңе деп айтып жатады ғой, а мен палас сыпырып жатамын да, паластың астынан итеріп салып жіберемін. То есть мен ситуацияның ішіндегі адаммын, сен кейіпкермін. И адам мен істегенмен өзін тауып алу керек. Сен кейіпкерсің, мен автормын ғой онда. Төбеден қарап тұрған адаммын ғой. Байқайсыздар ма? Автор болған оңай болып тұр ғой. Андай ғой,
мысалға пылесос деген әзілім бар ғой, білесің ба? То есть андай қылып айтуға болады ғой ол шутканы. Байқайсыздар ма, андай пылесостар ғой, түк сормайтын. Бірдеңе мусор тұрып қалады, кілемге жабысып қалады, оны бүйтіп көтеріп аласың да, еще былай қоясың деп айтасың ғой мысалға. Ал мен кілемнен көтеріп аламын да, линолеум үстіне қоямын, типа. Мен действияның ішіндегі адам менің всегда. Ол күлкілірек жағдайда сол. Ол бір жағынан анандай ғой. Ол менмін. И мені осуждать ете алмайды. Түсінесің ба? То есть мен оны істеп жатыр, мен өмірімде болды дейді да. Сен оған айта алмайсың ғой, неге үйттің деп. Сол секілді ғой. Прикольно. Мен қолдансам бола ма осыны? Конечно, болады. То есть шутканың формасы көп қой. Бірақ менде бар екен ондай. Мен саған айтайын ба? Наблюдение деген бар ғой. Наблюдение мен андай жай наблюдение айтқым келмейді. Мысалы. Просто бәрі білетін. Короче, наблюдениенің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі, сен көресің да наблюдениені. Жиза дейсің, короче. А екінші наблюдение ол, когда сен тыңдайсың да, например. Ебана, мен миыма қалай келмеген, қалай байқамаған вообще. Деп ойлайды. Мысалға, обычный наблюдение, екі наблюдение жекенден. Анау деп шығатын бар ғой. Ол, жиза. А миыма келмеген деген, мынау қанша тұрады дейді ғой. Бұл 5.000. Мынау қанша тұрады 10.000. А мынау қанша тұрады? Бұлар уже қымбат деген. Сен байқамайсың да? Ебан, натуре осылай ғой деп ойлайсың ғой, короче. И бағана жолда қайтып келе жатырмын да Сахитпен. Бірінші выпуста Сахитпен түсірген, мен еще Сахитпен көре аласыздар. И сұраймын да, мен мысалға енді 27-ге келдім, жар дейсің ғой, үйлену керек қой. Неге қыз іздейсің ғой? Жақсырақ қалайсың ғой? Өзің жанында жақсы адам болған, міне жақсы адам болған. И сен қыздармен сөйлескенде да, типа бір қызбен сөйлесіп жүресің да, басқа қыз қарайсың тоже, например. Байқап қаласың ғой. Қарайсың да, бәрі нағыз күштірек екен деген секілді ой болады. Бәрі нағыз кайф екен деп айтатын ғой мысалы сен. Неге доста сондай болмайды? Байқайсың ба? Мысалы, например, мен сен Талғат, сенмен жүрем да, өзіме сенен лучше дос тап іздемеймін ғой, көзімен бүйтіп қарап жүрмеймін ғой, бля, бір жігітке қарап, анау нихуя дос болады деп ойламаймын ғой. Сен барсың, болды, маған ешкім керек жоқ, мен уже басқа біреуді іздемеймін. Прикольно. Неге қызда тоже солай болмайды? Например, мысль да менде әлі. Мынау күлкіге апарып, осындай наблюдение айтқым келеді. Мынау и андай ойланып қарасаң, бля, натуре миға сыймайтын, но ойлануға болатын нәрсе да? Байқайсың ба, мысалға? Сенмен жүрмін, болды. Маған ешкім керек жоқ, сенімен приятно сөйлесіп жүрмін, доспын. Сенен жақсы дос іздемеймін да андай. Дос. Но қызға келгенде почему-то бір қызбен апай-бет сөйлесіп жүресің да, но еще вдруг бір жақсырақ қыз кездесіп қалуы мүмкін деген ойыңда жүреді да. И сонымен күресу керек. Қалай чопа-чом? Вот осыны мен күшті қылып жазғым келеді тоже. Сосын достармен жүресің ғой мысалы. Екеуміз доспыз ғой. Жүрген кезде потом басқа достарым бар ғой. Басқа доспен араласқан кезде неге ол измена болып есептелмейді? Қызбен измена болып есептеледі. Осы да прикольно. Көп қуанды диссонанс ба? Не деп айтатын? Өте қызықты. Негізі өте қызық тақырып. Ол психосоматика ғой. Мүмкін досын үнемі жанында жүрмейтін болғаннан, әйелің деген ол андай туысқаның ғой сенің, который единственный сен таңдай алатын туысқан. Типа сен андай туылған кезде уже бар туысқандарың, уже бар, болды. Сен оларды түк істей алмайсың. Олар өз өлімдерімен өліп қалмаса, болды, бар. Ал туылатын туысқандарың сен племяшки так далее. Сен айта алмайсың ғой, бұл мынаны тумаңдар, керек емес, гнилой болып шығады деп айта алмайсың ғой, иә? Ол туады, болды. И сен ол автоматически туылғаннан кейін туысқаның. Ал әйелің, ол сен туысқаның, бірақ сен таңдай алатын. Төрт туысқан болып тұрады бәрі. Негізінде өте қызықты әңгіме ол. Адамның санасы ғой, просто әсер етеді солайынан. Всегда может надан бір жақсы біреу бар шығар деген секілді ойландырып тұрады ғой. И мен сол бойынша кішкене қазып алғым келіп тұр да. Еще семья дейтін тақырып жақсы кіреді деп ойлаймын халыққа. Иә. Өтімді жизалардан қарағанда. Негізінде өзіңді табу үшін
менің ойымша көбірек осындай рассуждениялар жасау керек секілді. То есть адамдар бүйтіп қатты ол жағын ойланып көрмеген нәрселер айтсаң прикольно болуы мүмкін да, потому что жай әзілден де иногда шаршап кетесің. Жай әзілдерді айтуға болады, но арасында андай весомый нәрсе жазып тұрсаң, бірақ бір минусы бар. Бұл туралы да алдында Сахит екен сөйлестік. И мынандай ғой, сен 7-8 минут выступать етіп, ондай нәрсе айтып кете алмайсың да. Либо сен 7-8 минутты сол тақырыпқа ғана арнау керексің, либо сольник. То есть сольникта сен мысалға мен материалымда андай бір қатты ыңғайсыздау айтуға нәрселер бар ғой. И соларды сен мен бүйткем деп андай аянышты күлкілі қылып айналдырып, бірақ недоработанный айтып кетсең нашар да. Сен кішкене разгон алу керек, қозғалу керек, бір 20 минут, жарты сағат сөйлессең, может сольникқа жақсы кетер еді. Сосын андай, мен мысалы нормально весомый, вассаби, весомый тема айтқым келеді. Бірақ мен ондай комик емеспін да уже халыққа. Мені қабылдамауы мүмкін. И мен өмірде де ондай үйтіп айта алатындай бір ондай адам емеспін ғой, короче. Маған на легкие шуткалар, жизалар, наблюдение, сондай пока что. Өзім өскесін барып, уже возможно, 1-2 жылдан кейін айтамын деген сияқты. Сен көрдің ба, просто мәселе бар ғой, сен халық олай қабылдай алмайды деген әңгіме емес қой. Сен халық қабылдайды да, бірақ сен өзің ондай адам емессің. И сен, мен мысалға андай ойлаймын, неге мен саяси әзілдер айтпаймын деген секілді ше, мысалға Тоқаев бүйтті, анау сөйтті, Масимов бүйтті деген секілді. Күлкіге айналдырып. И былай қарапса, мен өмірде саяси бір әңгімелер айтпайды екен вообще. То есть қараймын, бірдеңе дұрыс болмай жатса сезінем да, что-то дұрыс емес деп. Но мен позициям жоқ ол мәселе бойынша. Политика деген біріншіден қиын, оны прям басыңмен үңіліп постоянно бақылап жүрмесең, сен темада бола алмайсың да. То есть актуальный жаңалықтар шығады, бір анау бүйтіп айтты деп жаңалықтар шықса, қараймын да, мнение айта аламын, типа, андай мнение емес, күлкі тычкалар құрай аламын да, бір-екі. Но в целом политика туралы қатты позициям жоқ та менің. То есть ол дұрыс емес шығар, бірақ оны факт. И мен шығып алып политика туралы бірдеңе мыжып айта алмаймын да. Сынап бір жақсы жері сол сияқты, өмірде қандай, не айтасың, соны шығасың да айтасың. И сен сол әзілдермен кім қабылдайды, сол адам көреді да. Не обязательно сен Талғат, сен неге политика туралы айтпайсың деп саған адам ешкім айта алмайды да. Сабуровқа айтқан сияқты ғой өйткені. Ол просто егер сен хочешь политический комикті көруге, пожалуйста, өзіңе тауып ал бір политика айтатын комикті, и соны қара деген әңгіме ғой. Бізде Жайдарманда командам бар ғой, біз ойнаған. Ең қателік деп ойлаймын, саяси команда болғанбыз. Бірақ өздерін қатты түсінбейсіңдер. Жоқ, балаларға ұнайды, маған вообще ұнамайды. Мен сол үшін дым жаза алмайтын ше. Жүремін просто. И андай ойлашы, 18-19 жастағы балдар 2-ші курс, 3-ші курс саясатты қозғап сөйтіп жүрді мысалы. Енді экспресс Ақтөбе бар еді ғой. Олар енді кім Рома дейтін жатып алған адам ғой. Бізде ондай адам жоқ. Әйтеуір налегке бірдеңелер айтып жүресің да. Ол көп команда бәрі сондай ғой. Сол үшін вообще жолымыз болмады. Может, оның бәрі әсер етеді негізінде. Саған мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сынап, мысалы, эфир бар, эфирларын шығады, TikTok бар, Instagram бар, былай техникалық кештер бар. Выступлениядан кейін қыздар жаза ма? Жазады. Не деп, қалай? Қыздардың өзі бөлінеді. Андай қыздар болады. 3 типі болады шығар. Андай қыздар. Саған жазатын қыздардың 3 типі болады. Жоқ, маған жазады, в целом андай қыздар болады. Симпатия болып қалады, примерно күшті, комик екен. Подписаться етіледі. И стористі қарап, стористі лайк басады. Ол қыз андай да, скромный, несі бармайды, дәті бармайды жазуға. Байқайсың ғой, примерно. Бірақ лайк басып көрсетіп жүреді, мен мұндамын, если чё, кіршіп, пожалуйста, деп ше. Сосын андай прямо жазатындар болады.
но бірақ енді прям жазғанда да өйтіп жазбайды ғой енді. Бүгінгі выступлениеңіз адекватно күшті қыздар болады, подписаться етілмейді, дым қылмайды, просто бүгін мен осындай бірінші рет бардым, күшті болды, маған ұнады деп жазып кет. Маған 1-2 рет жазған, маған ұнап қалған сондай қыздар. Мен кәдімгі сөйлесіп, потом қазір сөйлеспейміз енді, сондай қыздар болады. Мен қалсы сөйлесіп деген андай күтіп тұрмын ғой күшті бірдеңе. Бір қызбен сөйтіп танысқанмын, күшті ғой. Бірақ андай быт-шыт болып ұрысып не қылған жоқпыз, жай просто басқа елге кетіп қалды. Басқа елге кетіп қалды. Сосын прямо қыздар бар енді, кішкене неадекватныйлау, осындай 3 тип бар. Ол неадекватныйлау прямо деген қалай, типа сразу кездесейік деп жазатын да? Кездесейік деп жазатындар да бар. Сосын андай аудиолар жіберетін сразу ше, типа кайф болды дейтін қыздар болды. Қатты басты кетіреді. Кайф болды деп, соска кезіне деп, сондай краш деп. Ертең саған да келуі мүмкін деп қоясың. Пауза звондап отыр ма? Маған звондап отыр. Давай сөйлесіп ал телефонмен. Бізде пауза. Тақа, сен енді бір іспен айналысатқаннан результат керек қой. И сенде қандай болашаққа жоспарың бар, не істегің келеді жалпы алда? Менде көп жоспарлар, армандар. Ол бірінші топовый комик болу алдағы неше жылда. Мен ойлаймын, қазақша стендап ол баяғы орысша стендаптан тез дамып кетір деп. Орысша стендап примерно 2009 ба, 2011? Орысша стендап қай жердегі? В целом Россияда. 2014. 2014-те басталды. 2012 даже, кажется. Может, одан чуть-чуть ертерек. Просто именно эфирлардың шыға бастаған 2014. Стендап на ТНТ-ның бастау алған кезі 2013-2014. Оның алдында шіріп жүргені бар, примерно сол. Енді алда соңғы 2 жылдықта олар тек жақсы болып отқан. Ақшалы болып отқаны примерно. Ақшалы бәрі қатты болып отқаны 2014-те, 2015-тен басталды. Қойшы. Мен шатасып жүрмін онда. Біз енді примерно алда 2-3 жыл бар деп ойлаймын. Пахат ететін. Әлі дәл осылай жүрмесек те енді. Мен қазір чисто стендап айналысайын десем, мен күн көре алмаймын да. Күн көру үшін маған басқа жұмыс істеу керек. Басқа жұмыс істесем, мен 100% усилиемді сала алмаймын. Сондай бір қиыншылық заманда өмір сүріп жатырмық. Ал немене? Бір алдағы 10 жылдықта мен топовый комик, смело бір сольник жинап тастайтын адамдарды, Мұхтар Әуезов толтырып тастайтын сондай комик болғым келеді. Сосын Қазақстанда облыс аз ғой, турға шығайын десең. Қырғызстанға примерно сондай қазақтар жинап, Турцияда қазақтар бар. Сол жаққа сольникке шығатын қазақ тілде. Сондай бір өте жақсы, өте жақсы. Мен сенімен толықтай келсем. Просто көрдің ба, сен өзің жалғыз бір театрды жинап жүретіндей жағдай болу үшін сен өзіңнің бір шоуларың болу керек. И өзіңнің жеке бір контенттарың болу керек. Тек қана стендаппен лицо жинау керек қой. Өте қиын. Тек қана стендаппен 7 минутты салып қойып, ал енді барлықтарынан көріндер деп айта алмайсың да. Сен түрің анда, басқа шоуларда. И сол жерден көреді да, мына Талғат деген қандай жігіт, стендап оқиды екен ғой еще. Стендапына көрейші, тыңдайды. Оған сен стендап ұнайды. И ол афишанды көреді да, саған келеді. Өмірің ұнайды да. Блин, бұл туралы подкаст жоқ екен дейді да. Өте қатты топ подкасты көреді. Мені біледі сол арқылы деп түсінді. Өзің қандай арманың бар? Мен арманым, екеуміздің арманымыз бірдей. Стендапқа келетін болсақ. Стендапқа келетін болсақ, мен жеке дара
стендап комик болғым келеді. То есть мен енді о бастан тәуелсіз комик болып келе жатқаннан кейін мен андай бір жерде резидент болып қала алмаймын. И мен андай қазір ақырын бастадым. Мынау подкасттың өзі 4 адам көрсе де мен үшін күшті. И мен всегда айтамын, на будущее жұмыс істеп жатырмын деп. То есть сен айтасың ғой 2 жылда жақсы дамиды деп. Сол кезде интерес болады ғой. Сол кезде мына подкастты көреді адамдар. То есть қызығатын жастар көреді. Потому что мысалға басқа комиктар бар. Мен Россияны қатты зерттегем. И оларда 2013, 2015, 2016-тарда түсіріп жүрген осылайнан. И 2018-2019-да сынап қатты дамыға, прям қатты шарықтаған кезде болған кезде ана материалдардың бәрі қопарылып кетті да. Ал ол кезде түсірмей, сол кезде түсіріп бастағандар уақыттан кішкене кешіп қалды. Сондай моменттер бар. Мен де мысалы соңғы 2 жылдықта Дмитрий Романовтар бүкіл комиктердің интервьюлерін қарап 4-5 жыл бұрынғы. Сондай ғой. То есть мысалға қазір сен ертең көтеріліп кетесің да, сен бірақ басқа выступленияларды, басқа жақ нәрселерді қарап отырған кезде мынау видеоны тауып алады да, өйстіп отырған. О, прикольно, и қарайды. То есть адам үшін қызықты. Мысалға. И сондай моменттар үшін мен жасап отырмын қазір. Бірақ бұл немене комик болғысы келетін аудиторияға қатты кетеді ғой. То есть біріншіден, ең бірінші очередь ол комик болып, и сен секілді болғысы келетін жас комиктер. И екіншісі ол сенмен бір қызығып жүрген аудитория, өзінің бір фан аудиторияң болса, солар келеді. И солар көреді. Или Түнгі студияның авторы мені зерттеп Түнгі студия шақырыңыз. Түнгі студияның авторы дейсің ба? Өзі кім болатынын білмеймін енді. Қалай ойлайсың, 2-ші сезонда Түнгі студияның бармыз ба, авторы жоқпыз ба? Мен ойлаймын, мен жоқпын деп. Өте қиын. Мен де андай иногда сомнение ұстаймын өз-өзімнен. Қалай болады екен деп. Просто мен егер болсам, мен онда железобетонна жазда бұйырса үй алуға шансым болады да. Егер болмаса, онда тағы да біраз пахать ету керек болады. Мен болсам, менде ақша болады, болмасам ақша болады. Тупо осындай, менде басқа ештеңе жоқ. И дейтін. Жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Жақсы әңгіме болды. Өте қатты топ подкаст болды. Өте қатты топ подкаст болды деп ойлаймын енді. Келгеніне рахмет. Өте қатты топ адам, топ комик, родной менің. Сіздермен болған деп бүйтіп бітірейінші. Сіздермен болған, давай. Сіздермен болған деймін да, Тынбай Талғат деймін. И тұрамыз да кетіп қалармыз. Бірақ біз тұрып кетіп қалғанбыз уже. Микрофонды алып тастап сөйлесіп көрдік. Білмеймін, не істейміз. Бүйтсекші. Қайтсек. Сіздермен болған дейміз, екеуміз кетіп қаламыз. Бек атырады да. Дәшер жинастырып деп жауап бәрін. Или давай міне осы бәрін не істейміз деп отырмыз ғой. И осы жерден өшіп қалады.